Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен лисичка тортын дайындайтын боламыз. Міне миксерге 4 жұмыртқаны салып, кішкене тұзымыз салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қантымызды салып, аппақ көбік болғанша араластыратын боламыз. Кастрөлімізге сүтті, сары майды, медті салып, газға қойып аламыз. Еруі керек, ысуы керек. Міне менің жұмыртқалы массам дайын болып қалды. Осылай болып шығу керек. Енді ұнымызға разрыхлителді салып, жақсылап араластырып, ертілген сары майымызбен ұн екеуін осы жұмыртқалы массамызға кезектен-кезек бөліп салып араластырамыз. Астынан үстіне қарай венчикпен араластырамыз. Өте көп араластыра беруге болмайды, себебі тестамыз көтерілмей қалады. Міне осылай араластырамыз. Бастапқыда венчикпен араластырамыз. Соңында астының бәрі жақсы араласу үшін осылай мен күрекшемен араластырдым. Енді 22-лік форманың астына пергамент қағазын ғана төсеп, осыған салып, 180 градуста қызып тұрған пешке жарты сағат пісіріп аламыз. Міне менің корждарым пісіп шықты. Осыны 4 коржға бөлеміз. Корждардың бәрі жұмсақ және оңай бөлінеді. Мен кремнің толық видеосын мұнда сала алмадым. Міне мұнда ауызша айтып кетейін. Сметана мен черный сливті осылай блендердан өткізіп аламыз. Оған сливкидің өзін миксерлеп араластырамыз екеуін бірге. Сонымен крем дайын болады. Сіздер қалаған кремдеріңізді дайындай берсеңіздер болады. Мен осылай крем жасап, осылай тортты жинадым. Корж өте жұмсақ, дәмі де керемет болып шығады. Видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Міне оформленесінде өздеріңіз қалағандарыңызша жасасаңыздар болады. Мен жай үйде шай ішуге арналып жасалған тортым болғандықтан ең қарапайым түрде жасадым. Егер видеом ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Әлі талай қызықты видеолар салатын боламын. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қойыңыздар, жаңа видеолар шыққанда көрініп тұрады. Сау болыңыздар.